өрмекші қылмысқа қарлығаш. Әжесі 10 жасар қызымен далада келе жатып, қызынан сұрады. Ана өрмекшіні көремісің? Не істеп жүр? Көремін, әже. Өрмек тоқып жүр. Қызым, ана қырмысқаны көремісің? Не істеп жүр? Көремін, әже. Аузында бір нанның болшығы бар. Жүгіріп кетіп барады. Қызым, аспанға қарашы, аспанда не көрінеді? Қарлығаш ұшып жүр. Аузында кесен тістеген жүгі бар. Олай болса, шырағым, бұл жәндіктер саған үлгі. Сен осы жәндіктер ұқсап еңбек етуің керек. Сені Құдай тағала босқа жаратпаған. Мысалы, өрмекші өзіне өрмек тоқып жүр. Ол таңнан кешке шейін өрмек тоқиды. Ол шыбын шіркейді, шыбынды ұстау үшін, өзіне азық ету үшін тоқиды. Ал қырмысқа болса, өзіне бір нанның уылжығын тауып алса, қуанғанынан үйіне барып балаларына азық етеді. Қарлығаш болса, балапандарына ұя салу үшін шөп жиып жүр. Сені Құдай тағала босқа жаратпаған. Сен де үстеп еңбек ет. Әжесі немересін осылайша тәрбиелепті.